Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Арнамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып көрші ақысы аманат. Бұл өте терең, өте маңызды тақырып. Себебі исламда көршімен қарым-қатынас жасау жай ғана әдеп емес. Ол үлкен жауапкершілік, үлкен сауап және аманат болып саналады. Бейнеролик соңына дейін көріп, ойыңызды пікірге жазып, арнамызға міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Көрші ақысы аманат деген сөздің астарында үлкен мән жатыр. Кейде біз алыс адамға жақсы болып көрінуге тырысамыз, бірақ дәл жанымыздағы көршімізбен дұрыс қарым-қатынас жасай алмай жатамыз. Ал ислам діні көршіге ерекше мән берген. Тіпті пайғамбарымыз көрші ақысы туралы өте көп хадис айтқан. Бір хадисте: Жәбірейіл періште маған көрші туралы соншалықты көп насихат айтты, мен тіпті көршіні мұрагер етеме деп ойладым деген. Бұл хадистің өзі көрші ақысының қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Қазіргі заманда адамдар бір үйде, бір подъезде, бір көшеде тұрып, бір-бірін танымай жатады. Кейбіреулер тіпті көршісінің атын да білмейді. Бұл жүректегі жылулықтың азайғанының белгісі. Көрші сен қиналғанда бірінші көмекке келетін адам. Көрші сенің қуанышыңды да, қайғыңды да көретін адам. Көрші күнде бетпе-бет кезетін адам. Сондықтан ислам көршімен жақсы болуды иманның белгісі деп айтқан. Пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі болсын, кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, көршісіне зиян келтірмесін деген. Қазір ойланып қарасақ, кейбір адамдар көршісіне үлкен зиян келтіреді. Бірі қатты музыка қояды, бірі өсек айтады, бірі амандаспайды, бірі қызғанады. Мұның барлығы күнәға апаратын істер. Кейде бір жақсы сөздің өзі көршіге қуаныш сыйлайды. Қалайсыз? Деп сұраудың өзі сауап. Ауыр затын көтерісу сауап. Қиналғанда көмектесу сауап. Ауырып қалса халін сұрау сауап. Өкінішке қарай, қазіргі қоғамда адамдар тек өз өмірімен болып кеткен. Бір үйде тұрып, бір-біріне салқын қарайды. Бірақ мұсылман адам ондай болмау керек. Мұсылман мейірімді адам. Ертеде қазақ халқы көршіге ерекше мән берген. Көрші ақысы, тәңірі ақысы деген сөз бекер айтылмаған. Қазақтар көршісінің үйінен түтін шықпаса, барып жағдайын сұраған. Тамақ піссе бөліскен. Қуаныш болса бірге қуанып, қайғы болса бірге көтерген. Ал қазірше кейде көршіміздің аш жүргенін де білмейміз. Кейде жалғыз қалған қарияны байқамаймыз. Кейде бір ауыз жылы сөз айтуға да уақыт таппаймыз. Ислам бізді тас жүрек болуға емес, мейірімді болуға шақырады. Көршімен ренжісіп жүру де дұрыс емес. Өйткені реніш жүректі қарайтады. Кей адамдар жылдар бойы амандаспай жүреді. Бұл мұсылманға жараспайтын іс. Пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі болсын, мұсылманға 3 күннен артық ренжіп жүруі халал емес деген. Сондықтан егер көршіңізбен араңыз бұзылса, бірінші болып кешірім сұраудан ұялмаңыз. Себебі кешірім сұрау әлсіздік емес, үлкендік. Кейбір адамдар көршісінің жетістігін көре алмайды. Үй алса қызғанады. Көлік алса жамандайды. Баласы оқуға түссе іші күйеді. Бұл жүректегі ауру. Мұсылман адам керісінше бауырына жақсы нәрсе тілейді. Біреудің бақытына қуана білу үлкен қасиет. Тағы бір маңызды нәрсе көршінің сырын сақтау. Көршіңнің үйіндегі әңгімені сыртқа тарату үлкен күнә. Кей адамдар көршісінің өмірін талқылап, өсек айтып отырады. Өсек от сияқты. Бір отбасының арасына іріткі салады. Алла тағала Құранда өсек туралы қатты ескерткен. Себебі өсек қоғамды бұзады. Жақсы көрші нығмет. Жаман көрші сынақ. Сондықтан өзіміз жақсы көрші болуға тырысайық. Егер көршіңіз аш болса, сіз тоқ ұйықтамаңыз. Егер көршіңіз қиналса, көмектесіңіз. Егер көршіңіз жалғыз болса, көңіл бөліңіз. Мейірім адамды адам етеді. Бәлкім сіздің бір жақсы әрекетіңіз бір адамның өмірін өзгертеді. Бір жылы сөзіңіз оның жүрегіне үміт сыйлайды. Кейбір адамдар: маған ешкім көмектеспейді дейді. Бірақ өзі ешкімге көмектеспейді. Жақсылық алдымен өзіңнен басталады. Көршімен жақсы қарым-қатынас жасаған үйге береке кіреді.
Ондай үйде тыныштық болады. Балалар да тәрбиелі болып өседі. Ал ұрыс-керіс көп үйден береке кетеді. Сондықтан бүгіннен бастап өзгерейік. Көршімізге амандасайық. Халін сұрайық. Көмектесейік. Ренішті ұмытайық. Өсек айтпайық. Қызғаныштан сақтанайық. Өйткені бұл өмір өте қысқа. Ертең кеш болуы мүмкін. Бәлкім дәл қазір сіз ренжіп жүрген көршіңіз ертең бұл өмірде болмай қалуы мүмкін, сонда өкініп қаласыз. Сондықтан жүректі таза ұстайық. Адамдарға мейірімді болайық. Алла разы болатын амал жасайық. Құрметті көрермен, егер осы видео сізге ой салса, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырып, арнамызға тіркеліп кетіңіз. Сіздердің қолдауларыңыз бізге күш береді. Алла баршамызға жақсы көрші, мейірімді жүрек, сабыр және берекелі өмір нәсіп етсін. Әмин.